Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге бүгін Сманова Меруерт YouTube каналында жаңа видео түсірейін деп отырмын. Бүгінгі құрайтын құрағым дәл осы бидай құрағы. Дәл осы бидай құрағым. Бұл бірінші бөлім, екінші бөлім менде бар. Осы каналымда. Соны міндетті түрде ашып көріңіздер. Бұның қызыл матаны нешеде неше кесу керек, сары нешеге кесу керек, ортада квадрат қызылды нешеде неше болу керек екен, сол жерде бәрі айтылған, тігілген жолдары бар. Бүгін сіздерге тек қана мен тігу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде менің YouTube каналыма подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар, комментарияларыңызды жаза кетіңіздер. Сілтеменің астында Instagram, TikTok каналдарым бар. Міндетті түрде подписаться етіңіздер. Ал енді сіздерге қалай тігілу керек екенін жолын көрсететін боламын. Бізде мына квадрат матамыздың түгі өрге қарап тұр. Бұлай соны төмен қаратамыз. Түгін төмен қаратамыз. Сарымызды да дәл солай қаратамыз. Ал енді сіздер менің қалай тігілетін жолын міндетті түрде қалай тігілетін мұқият қарап көрсеңіздер болады. Ал кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бастаймыз. Енді мына сарыға қызылды қосамыз. Енді осылай қосып аламыз. Жіпті үзбей, шетінен өстіп тігуге де болады. Ендігі кезек мына біздің сары мен қызылды. Қызылымызды сарыға қаратып, дәл осылай бір-біріне қарап тігетін боламыз. Бізде көк лентамыз ұзын болып қалады. Көк лентамыз ұзын болады. Бұны тігіп отырып кесеміз. Мінекей, қосып алдық. Енді бізге мына сары мен көкті бір-біріне қарап тігеміз. Сарының шетіне көк қосамыз. Артық көкті сарымен бірдей қылып кесіп алып тастаймыз. Бізде бұлай болып шықты. Енді қызылды тігеміз қазір. Қызыл мен сарыны бір-біріне қаратып тігеміз.
сары мен көкті бөлек қосып аламыз. Соны қызылға қаратып тігеміз. Артық көкті кесіп алып тастаймыз. Мінекей, бізде дәл осылай болып шықты. Сөйтіп, бағанағында қайталап тігіп отырамыз. Енді біздің сары мен қызылды қосқанымызға етегіне көк қосамыз. Жібімізді үзбей, өстіп қайталап тіге беруге болады. Артық көгімізді кесеміз. Енді бізде соңғы қатар қалды. 4 тал болу керек. Сары мен қызылды дәл осылай қаратып тігеміз. Міне бізде соңғы қатарымызды тігіп біттік. Енді мына артық көкті кесіп алып тастаймыз. Мінекей, бізде бидай құрақтың бір көзі тігіліп дайын болды. Дәл осындай тігілгеннен бізге 4 штук керек болады. 4 тал дәл осындай құралған құрақ керек болады. Сон 4-ен тігіп болған соң, бұларды бір-біріне қалай қосу керек жолдарын көрсетіп, видеоға түсіретін боламын. Келесі бөлімде болады. Ал енді көздеріңізше тіккен дәл осы түрі, біреуін тігіп дайындап көрсеткенім мұнау. Ал достар, сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жаза кетіңіздер. Инстаграм, тикток каналдарым сілтеменің астында болады. Міндетті түрде подписаться етіңіздер. Тегін лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Мен сіздерге ерекше үлгідегі әдемі құрақ түрлерін тігіп көрсететін боламын.
мені жоғалтып алмау үшін міндетті түрде жазылыңыздар. Ал жақсы достар, сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.